Бешинчи жұпты алдыңыздарға чақырабыз. Қазақ ақыны Това Өтепбаев, қырғыз ақыны Идирис Айтбаев. Ағайын тыңдаңыздар, тыңдаңыздар, жар салып сөйлеп жатқан мұңда біз бар. Қолына ақын балан домбыр алды, шабытыма қиянат қылмаңыздар. Ассалаумағалейкум қырғыз елі, тарихта сіздер жайлы түрлаңыз бар. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, ән салып билеңіздер, жырлаңыздар. Қошеметке келгенде қолды байлап, кісендеулі кісідей тұрмаңыздар. Алатаудың қырынан ер манасым, жау айтарып жатқандай шулаңыздар. Ауылым іргелес қой ауылыммен, қауыштым ақ қалпақты беу қауымыммен. Алатаудың бір жағы Бішкек болса, бір жағында Алматы жауырынкен. Бір таудың етегінде баурайлас ел, Алатанды атырдың сауығыңмен. Қырғыз қызы жоғалса қазақтардан, сұра деген мақалды бәрі білген. Қыз түгіл әніңе де құда түсіп, қызыл өрікпен тойымның сәні кірген. Қырғыз қазақ биенің қосемшегі, деп кеткен кім тенесер қадіріммен. Барымды бөлісуге келіп тұрмын, базарымды жайнатқан бауырыммен. Кірген кезде қырғыздың қақпасынан, тойдың исі аңқып тұр бақшасынан. Тоқтағұлдың тойы деп келген едік, Құрманжан датқа шықты дәпқасынан. Қырғыз фильм түсірген киноларың ерекше рухты екен басқасынан. Ағайын қос тойларың құтты болсын деген осы басынан бақтасыған. Айтысқа да қос бәйге тігіпсіздер, бұл жақта боп тұр бәрі қос-қосынан. Менің де басым екеу болар мекен, тамаша сәт туғандай жақсы осыған. Қазақтың үйленбеген баласы едім, бойдақтың күні құрсын бос-босыған. Қырғыздың қызы болса неге алмас қеу, өнеге алған Құрманжан датқасынан. Алла деп жаратқанға сыйындым мен, мұсылман біз иманға ұйып жүрген. Ассалаумағалейкум адырысым, өзіңнің есіміңе сүйіндім мен. Пайғамбардың есімін алғаннан сон, қашанда жарасымды биік жүрген.
таң қалып отырғаным, сол нәрсеге ауырып миым бірден. Қырғыздан мына саған болмады ма, басқа ақындар ақ қалпақ киіп жүрген. Мен осыған таң қалып отырғаным, қырғызым намыстарын түйіп жүрген. Ақынға пайғамбардың атын беріп, Қожа Насыр секілді киіндірген. Ул мені көстой қарачы, айланайым бойдоғым, түніменен ойғоғым, қыз сұрап мұнда келіпсің, тынчыбай тобаң санасы. Ой, мен тоқымдой болып тұрғанда менің Насридинге теңдейсің. Ой, жоқ дегенде тобаңа сүрөттү қарап келбейсің. Албетте тоқымдың кийдим елесін, тоқ-тоғыл болып елімде тоқ жиынға шердейсің. Мекен өрөндөн атактуу тоқым төрөлгөн, жак менен таңдайым бұл жасаса керек өнөрдөн. Комузун күүгө кайраган, топ жыйынга сайраган, айланып кетсең жараша токтогулдай атамдан. Токтогулду мактасам, күн батып кайра таң аткан, 150 жыл өтсө да тоқым уламдан улам карачы, жашарып мынтип бараткан. Эмесе топ жыйынга карачы, қадамды мынтип таштадым, айтышымды баштадым. Амансың бі қалың жұрт, елестетіп тұрғыла тоқымдуна жашағын. Бәрекелді. Билерің келіп ұрса да, баштарың кесіп тұрса да, шындықтың айтып чырылдап, тоқ-тоғыл келген ырырдап. Бүгін ошол тоқ-тоғылдай атамдын баласы болып чыгалдым. Топ жиындан ақындын бір қанчасын жығалдым. Тоқымдай болып тұрсам деп күйлөнүп мында тұрғанда, товадай болған ақындан Насридин апенди кептің уғалдым. Айланайын ақыным, өзімі мындай жақыным, қанчада қабыл алалдым, алдықың айтқан ақылым. Насридин ошол апенди билимдүү болгон кишеле, жан дүйнөсүң ыймандан кийимдүү болгон кишеле. Оң өз элинең ал кешиң алтындай болгон, баштарың ийимдүү болгон кишеле. Мейлиң эмне десең көнөмүн, айтканың аң ошундай акылымды бөлөмүн. Эмне десең дей бер, бирок бүгүн тоқ-тоғылдай төгөмүн. Топ жыйындын ичинде кадырман журтум келгенде тизелеп башым чөгөмүн. Оң амансың біз алдағы, коноктор келіп қалғаны, коноктор келген қарачы, нарым менен көлүмдөн, коноктор балким чыгаттыр, жаллабат талас төрүмдөн, бір-бірінен ақырың келіп қошылған, коноктор балким чыгаттыр, баткен менен ошумдан. Қананда мына бір-бір болып момин деп, қарачың ошундай фанаттар келіп үйілгөн. Айланып кетсең жарашат борборун Бишкек чүйүңдөн. Сыймыктанып жүрө бер алатуу кыргыз үйүңдөн. Эмесе тоқ-тоғулду карачы, 150 жылым белгилеп, жык-жыймаң элим келди деп, ачылып бүгүн ырдайлы, урпагы болуп тоқымдун атылып бүгүн ырдайлы. Айланайын тобаңа, ой мовул кийген кийимди Насридин башка дебегин, мендин артык жебеген. Мовул кийген кийимди тоқымдон калган мода де,
Anandan aldıkın айтқан sözüңді қайтарып алдым тоба де. Ananda Kırgızға барып айтышып жеңдің бе де жеңілдің бе дегенде Қазақстанға барғанда жеңілдім байкем ова де. Ananda ой мағадан айтсын жеңілдің бе жеңбе деп мен жеңілдім дейім мейліче. Анкени токомдун калган пейлече бир кезде током казакка барып ырдаган калың эл кебин тыңдаган ошондон эдил деген бир балбан токомго келип сүйүнгөн ананда күрөшөсүңбү деп айтып эдил балбан жоңгойсоң билектерин түрүнгөн анда током кеп айткан билесиң менен айткан койгун десем болгон жок кыйын казак койгон жок чыкпайм десем болгон жоқ, чала қазақ қойған жоқ, түшпейм десем болған жоқ, тұлпар қазақ болған жоқ. Ошентип мына мендағы қомысты қойып анандан алтын башы менгенмін. Бирок балбан болып тұрсадаң еділ балбанды жеңгенмін. Ошентип мына тоқтоғыл бір кестен айтқан кетепті. Хандықтан күш деген мына тоқымды болғын екен білекті. Ошондо жеңіп алып тоқтоғыл бирок еділ балбанды сыйлаған. Ой намыс деген күштүү кен эдилин көз жашын төгүп ыйлаган айтканына келгенде намустуу бол эдилим белек мага керекмес деп байгени кайрып берген дейт дал ошонун сыңары алтын башыман деле тооба саган эңилдим жеңдим деп айткым мактанып мен токомдун болуп урпагы тооба сага жеңилди. Баракалла. Отырсың сен кінәлап неге мені бұл ісің жөн болмадау іс болмадау өнегелі бауырым ақ қалпақты киші десем орны алатаудай бөлек еді алы ақын келгенде Қазақстанға қоздырып кетіп еді делебені ақ қалпақтың айыры қазақтарды қорғайтында қиылған деген еді сондықтан қазақ қырғыз айтысына ақ қалпақты киюің керек еді боз бөлбеу сөзі деме бос баланың сусындай жырға толы тостағаным адырысым жырласа тоқта қылды жөн болар менде оған тоқтағаным қазақ деген бөрілі байрақ делмін кім екенім жауменен досқа мәлім 16-да ұлт азаттық көтерілісін қырғыз қазақ қосылып бастағанын Әбдіғапар Бекболат Әшекеев алашыл арыстарым Асқаралым қырғыздардың манабы қанат қыдыр айта берсем жетеді басқаларым Шабданның Самүдіні Төле Кемел Қарымбай Ыбырайымдай қасқаларын Алатаудың бауырында атқа қонып кеңестің бұзам деген тасқамалын Бекболат қолға түсіп қорланса да білеміз қырғыздарды сатпағанын қырғызбен байланысым болған жоқ деп тарихтан тауып берем ақтағанын Кене мен Тоқтағұлдар сол кездері ақтарған ғой төгілтіп асқағанын
Түрмеден келе жатып тоқта қылдың, ел білет Сарыарқаға тоқтағанын. Жамбыл менен кенендер құшақ жайып алдына тартып еді астабағын. Бабалар боздас болған, бастас болған, мен несіне қырғыздан сақтанамын. Жамбыл кенен тоқтағыл ақындарды бөліп жармай бәрімен мақтанамын. Қысқа қайырып кезек беріп үрдіңіздер. Кеп тұрмыз тоқтағыл деп тойға бүгін, ерекше қуаныш бар бойда бүгін. Қазақстаннан келібек 8 ақын, 8-інің ішінде бойдағымын. Құрманжандай датқасын көргеннен соң, қырғыз қызы кіріп тұр ойға бүгін. Қазақтар ұзатып ет күні кеше, қырғызға келін қылып майра қызын. Қарымта кезегенді саған келді, бауырым осы жағын ойла бүгін. Ақынға ат мінгізіп қыз беретін қырғыздардың дәстүрі қайда бүгін. Астыма ат мінгізіп қоймасан да, тобаға бір сұлуды байла бүгін. Тоба senin özüngdü, uqtumunda sözüngdü. 5 kız mına tıyaqtan özüngdü mında meyledi. Oy 5 özünün bir özün uruşa getip julması arkada senin eyledi. Oy egerde toban akınga altın basın iyi alsan altın basım iyem deydi. Anan şartın koyup turat kız toba finalgan ötse tiyem deydi. Toban üylöngön geste jaş baldar göngülün abdan şat kılça. Oy bizde güya bala degendin otun balta japtırçı. Aytor güya bala degenden en başında sınagan, kınaptay kılıp kınagan. Aytor oşontip gelip baldardı, yeçelden kırgız oylogon. Kızımdın ertenge kanday bolot deyip güya bala degendi sınavastan koybogon. Aytor hazır mınan uqtum ben, hazırkın aytkan sözüngdü. Ananda sınayın anda tokondoyu, mına toba jigit özüngdü. Halbetten üylönsöň mından tobaňa sende menden arman jok. Birok finaldan ötpöy kalsaňa saga kırgız kızlar kalgan jok. Hankene bolor bolbos balaga tiye verbey turbayba. Altın başım bulgustar iye verbey turbayba. Oşonduktan kırgız kız bekerinin karacı gelbegen kız turbayba. Kurmancanday biyike şerdegen kız turbayba. Andıktan kırgız kızga jetemde anda çekengden tüşkön tovatay ter boluş gerek turbayba. Kurmancanga jetkeni jok degende jambılday şer boluş gerek. Barakelde. Barakelde. Çoğun rahmat. Bu vakit bol kaldı. Tova Ötepbaev, İdris Aytbaev. Vakit. Қазылар, күйеу баланы таңдаңыздар. Маған енді қатыгез болмаңыздар. Финалға өтсең ғана берем дейді. Бұл
Ол бала маған берді-ау молда бызғар. Ағалар мен ертерек үйленейін, сондықтан обалыма қалмаңыздар. Бәрекелді. Қырғызым менің қырғызым, аспандай берсің жұлдызың. Қырлардың енді терейін, қызыңа арнап қырмызын. Екі елді жақын қылмай ма, жарасып жатса ол құзың. Төсекте басы қосылған, төскейде малы жайылған. Екі елді бауыр қылмай ма, қырғыздың алсам бір қызын. Бәрекелді. Тоба Өтепбаев. Мирлан аға тоқтат деді, ағауызға сыйым болды. Тоқымы Сибирге кеткен тоқтоғылда ичимде қалған ыйым болды. Бәрекелді. Тоба Өтепбаев, Идрис Айтбаев. Сөзден құрат екен қыш қынап деп, көрсе келген тұрбайбы қыз сұрап кет. Демеушілер жана уюштуруучулар айтыш коомдук фонду ак фонд ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле коомдук телерадио корпорациясына, Элтер телекомпаниясына, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясына терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү айтыста келетін болсақ, бүгүнкү айтыстын жалпы деңгейі қырғыз ақындарының өнеріне жалпы сырттай танытымын өз басым. Ол кісілердің осы қазақ пен қырғызда ғана ғой айтыс өнері. Сондықтан осы екі елдің айтыскер ақындары да бір-бірімен тату-тәтті қазір байланыста. Аллаға шүкір деймін, осы жақта Алы, Жеңішбек ағамыз, Мирбек ағамыз, жаңағы Дырыс деген ағамыз біршама осы ақындардан өзіміз аға тұтып, солардан үлгі алып, сырттай өнеріне тәнті болып жүреміз. Мен таңдаған жұп, шын айтсам, менің уақытымда аяға көт жеп салды. Bir, екінші, мен ачыла алған жоқпын уақыттың қысқалығына, шындап эле айтайын. Ал эми мен таңдаған жұп, мен анын айтқан сөздөрүнө барына жооп берем, бирок ал мен айткан нерселерге жооп бере алган жок да, чындыгын айтканда. Бирок ошентсе да казак-кыргыз ортосундагы достукту таңазалап айтыш курдук деп эсептейм. Буюрса достугубуздун бекемделишине менин жана атаңдашымдын курган айтышы дагы бир себепчи болот деген үмүттөбүз. 5-чи жұптун алган упайлары менен тааныштырып өтөлү. Тоба Өтепбаев 73 ұпай. Идрис Айтбаев 85 ұпай.